Армысыздар ардақты ағайын, қымбатты оқырмандар. Кітаптар әлеміне саяхат айдарымен ағартушы педагог, жазушы, этнограф Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар» оқулық кітабына шолу жасаймыз. Бұл кітапқа халқымыздың аса көрнекті ағартушысы, жазушы, фольклоршы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің әңгіме, өлеңдері мен этнографиялық очерктері топтастырылған. Жаңашыл педагогтың жастарды білім алуға, өнерге, ғылым жолына түсуге үндеген ой тұжырымдары бүгінгі оқырмандар үшін де өзекті екені анық. Бір Құдайға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық, істің болар қайыры, бастасаңыз алдалап, оқымаған жүреді қараңғыда қармалап, оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Мал дәулеттің байлығы бір жұтасаң жоқ болар, оқымыстың байлығы күннен күнге көп болар, еш жұтамақ жоқ болар. Сиса көйлек үстіңде тоқу менен табылған, сауысқанның тамағы шоқу менен табылған, өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Надандықтың белгісі еш ақылға жарымас, жайылып жүрген айуандай, ақ-қараны танымас, аяңшыл ат арымас, білім деген қарымас, жөн білмеген наданға қыдырата дарымас. Оқу деген шыныды тұрған сайын шыныққан, оқу білген адамдар май тамызған қылыштан, білмегенді білуге есті бала тырысқан, есер бала ұрысқан. Әлпеш деген атене қартаятын күн болар, қартайғанда жабығып малтаятын күн болар. Атенен қартайса тіреу болар бұл оқу, қартайғанда малтайса сүйеу болар бұл оқу. Оқу білген таниды, бір жаратқан Құдайды, танымаған Құдайды, не қылғанда ұнайды. Шырағым адам болғай деп, атенең жылайды, баладан қайыр болмаса, баланы неге сұрайды. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық.